Жатақхана тұрғындары таңертеңнен бері далада. Апатты жағдай деп 60-ға жуық азаматты үйлерінен шығарыпты. Бар гәп жатақхананың бірінші қабаттағы бетон тақталарының бағанадан шығып қалғаннан туындаған. Осында 3 жылдан бері тұрып келе жатқан Біржан Әбуов бұған дейін де мұндай келеңсіздіктер бір емес бірнеше рет болғанын айтады. Апшаға бытшыт. Мына жақта мына кеткені білмеймін. Мана жұрттың айтуынша астында су бар дейді. Содан кетті. Ремонт істемегесін солай болады. 5 қабатты үйдің осыдан 30 жылдан астам уақыт бұрын қабырғасы қаланған. Содан бері күрделі жөндеу көрмеген. Тозығы жеткен тұрғын үйдің жертөлесінен су ағып, жағдай қиындай берген көрінеді. Вот привезли вещи. Осыдан 2 күн бұрын ғана көшіп келдім. Үйдің мұндай жағдайда екенін білмедім. Міне әлгінде ғана заттарымды көшіріп алып келсем, осындай апат орын алыпты. Петропавлдың дәл ортасында орналасқан жатақханада апаттық жағдай орын алды. Қазір мұндағы тұрғындар баспаналарына кіре алмай әлек. Тек қана керекті құжаттар мен заттарын алып шығуға бір-бірден баспаналарына кіргізуде. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары таңертеңнен тексеру жұмыстарын жүргізіп, күннің екінші жартысында әлі апаттың неден болғанын анықтай алмай жүрді. В данный момент решается вопрос. Мына жерде тұрғындар жаралып қалмасы үшін автобустар қойылды. Әзірге нақты қандай шешім қабылданатынын білмеймін. Бірақ жапа шеккен үйдің тұрғындарын көшіруге тура келеді. Үй-күйсіз қалған қара халық әзірше автобустарға отырғызылып, жергілікті биліктің шешімін күні бойы күтті. Енді жатақхананың сол қабатындағы түгел тұрғындар әкімдіктің көмегімен басқа баспаналарға уақытша көшірілмек.